Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Мархабат Жайымбетов 60 жасқа толды. Еңбек жолын глав агрореммаш жөндеу механикалық зауытында энергетик болып бастап, облыстың мұнай-газ саласында басшылық қызметтер атқарған. Мархабат Жайымбетовтың 60 жылдығына орай облыстық әкімдікте ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Мархабат Жайымбетов Қызылорда облысы бойынша төтенше жағдайлар департаментінің басшысы, Қызылорда облысы әкімінің орынбасары, Қызылорда қаласының әкімі, Арал ауданының әкімі, Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы қызметтерін атқарған, Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері комитетінің төрағасы, Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігі құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері комитетінің төрағасы, Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің кеңесшісі қызметін атқарған Мархабат Жайымбетов түрлі салада үлкен тәжірибе жинақтады. Облыс әкімі ел үшін жасаған еңбегіне тоқталып, мерейлі 60 жасымен құттықтап, иығына шапан жапты. Бабаларымыз арлы адамның орны төр деп, адалдық пен еңбекке бас иген адамға қашанда лайықты құрмет көрсеткен. Президентіміздің 2025 жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялауына орай бізде еңбек жолын қарапайым электрик болып бастаған, мәжіліс депутатына дейін сан түрлі қызметтерді абыроймен атқарған, өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына елеулі үлес қосқан мерейтой иесіне арнайы құрмет көрсетудеміз. Сізді сыр жұртшылығы жақсы біледі. Аймағымыз үшін маңызды іргелі өндіріс саласы, Құмкөл мұнай кенішінде жауапты басшылық қызметтер атқардыңыз. Мемлекеттік қызметтің барлық сатысынан өткен, қай қызметте болмасын, өзіңізді білікті басшы, мықты ұйымдастырушы, жанашыр азамат ретінде танып келеміз.